Ассаламағалейкум баршаңызға. Бүгін бізде сенбі, Калифорния штаты. Иттің жатсын қараңызшы. О, не деген иттер ма? Хаски ғой мына, хаски. Неміс овчаркасы. Сан-Бернардино қаласы ғой. Ана жерде таулар. Мынандай Ford Ranger Raptor түрі. Мықты екен не болса да мынау. Одан бөлек мынандай вендар Ford Transit 150. Ford Transit өзі 150, 250, 350 бұл бөлінетші. Мынандай биік емесі. Ұзын ғой. Сосын жоғар жағында андай бәлебаттарлармен жабдықталған. Сағат 9-дан 27 кетті. 21 ақпан сенбі. Мұнда келгеніме 40 минуттай болды. Мұнда келіп, мыняқа Alex Moving and Storage деген бір мекеме. Үйлер көшіп атқан кезде, үйдің жиһаздарын көшіріп атқан кезде осы жерге келіп, әкеліп тастап кетеді. Андай қойма ғой былай айтқанда. Қойма болғанда тек үйлердің жиһаздарына ғана емес, кез келген жүк көлігі, жеңіл көлігі, әртүрлі заттар, кез келген нәрсені қойып кетуге болады. Сонымен бұл жердегі мәселе қазір мәселе болғанда қатты мәселе емес. Алып кетіп отқан кезде бұл көліктерді өзі Вест Вирджиниядан алғам. Батыс Вирджиниядан. Вирджиния, сосын Вест Вирджиния болып екі штат бар ғой негізі. Соның Батыс Вирджиниясынан алынғамда. Мына төртеуі да мынандай болған ғой. Ал мына біреуінен жоғарыдағы бәлебаттарларын алып тастау керек болды аңда жүктеліп атқан кезде. Өйткені мына үшеуі былай, мына жерде тұрды ғой. Сосын көтеріп, бірінші қабатта анау тұрды. Ана бәлебаттарлармен төбесіндегі бірінші қабатқа сыймайтын болды ғой. Тым биік болып кетіп тұрыпты. Сонымен бәрін шешу керек болды. Бірінші ойлап едім, ана тек қара заттарын ғана шешсем, сиіп кетеді ау деп ше, мына қара заттарын. Соларды шешкен бірінші анадан. Сыймады. Сосын толығымен шешіп тастау керек болды. Вест Вирджинияда мыналарды алатқан кезде өзі 4 сағат кетіп қойған уақытша. Барып, алып, тексеріп, ана төбедегі бәлебаттарларын алып тастайым дегенше 4 сағат кетті да. Сонымен осы бүгін сенбі болса, сәрсенбі күні алдым ғой. Лимондар өсіп жатыр. Ақпан айында лимондар өсіп жатыр. Калифорния штатында. Сәрсенбі күні алдым ғой бұл көліктерді. Сәрсенбі күні шамамен 9 жарымдарда Вест Вирджиниядағы автокөлік дилеріне барып, Ford деген сол жерде мына төртеуін алып, сосын Вест Вирджинияның шығыс жағы, сонымен Вест Вирджинияның батыс жағына бардым. Қанша бір 200 миль айдап бардым ғой. Ана Ford Raptor'ды басқа дилерден алуға. О жерге барған соң үшеуін, жоғарыдағы үшеуін түсіру керек болды. Сосын ана Ford Ranger'ды арту керек болды сол жерге. Сосын қайтадан үшеуін астында тұрғанды, ана төбесінен бәлебаттарларын алып тастаған. Оны қозғалтпадым да о жерде. О жерде жақсы болып кетті негізі. Мыналарды 9:30-нан 1:30-ға дейін ба, 2-ге дейін ба жұмыс жасап, жүктеп, 2-ден аса шығып кеттім ғой. Сонымен асықпай жуынып, шайынып ана Ford автокөлік дилерінде. Сонымен аняқа барам дегенше 4-5 сағат кетіп қалды. Таулы жолды Вест Вирджиния, сосын Мэриленд,
сосын қайтадан Вест Вирджинияға кіріп 68-ші интерстейт бар өзі, тас жолы 68-ші. Өте қиын жол, өте жүк тасымалдаушыларға өте ұнамайтын жағымсыз жол. Осындай бұл көліктерді алып, мына көліктерді алған жерден осы жерге дейін 2600 миль жүріп келдім ғой. Сосын қазір ана Ford Ranger'ды Риверсайдтағы Манхеймға апарып тастаймын. Сонымен жұмысты бітем ғой. Мына жерде енді бір сағат, 1,5 сағат мынаның жоғарыдағы бәлебаттарларын орнатып тапсырып тастаймын ғой. Мына жаққа кіргізесің де кілттерін тастап кете бересің деді. Тауларды қараңызшы. Керемет таулар бар да бұнда. Сонымен мына жерден 20 миль ғой, Манхейм Риверсайд, Манхейм аукцион. Осындай жағдайлар. Енді мына бәлебаттарларды орнату керек қайтадан орнына. Бүйтіп бәрін орнына қойып. Әдемілеп бірінші мыналарды шешкен ғой, сол қара заттарын мына жерге қойып, сосын болмады бірақ. Қазір енді жаймен орнату керек мынаның бәрін. Бұл мынандай құрылғы. Мынау былай ашылады екен де. Сонымен былай түседі. Бұл жерге мынаны түсіріп, мынаны түсірмеген ғой, мынаны дұрыс орнатпаған болып тұр ғой. Мынаның бір жағы ана жақта, бір жағы мына жақта. Екеуі де мына деңгейде болу керек қой. Бұл енді мынаны босатып жылжыта береді. Бұған енді сөйтіп мына шетіне бүйтіп түсіріп қойып, терезе бір андай ұзын жіңішке заттарды қойып, тақылап қойып тасымалдай береді ғой. Терезе орнатын мекеме ма, білмеймін, мына Cushman and Wakefield дейді. Осындай бір құрылғы екен. Осындай жағдайлар енді қазір тез орнатып зыту керек. Бірақ диспетчерден бүгіндікке әлі хабар жоқ, келесі жүктен ше. Кеше қоңырау шалып әлі дым алмадым. Негедір мынаяқтан дым шықпай жатыр деп атқан еді сол. Мына жер Лос-Анджелес қаласының орталығынан 60 мильдік жерде ғой, 1 сағаттан. Кептеліссіз. Кептелістермен 2-3 сағатқа, 4 сағатқа созылып кетуі мүмкін осы аралық. Бұяқта кептелістер керемет, қиямет болады. Андай жұмыс көліктері былай айтқанда. Mobile Engineering and Maintenance дейді. Жылжымалы инженерлік және maintenance деген қайта жөндеп тұратын бір бәле дейді ғой, сонымен. Осындай жалпы. Осындай жағдайлар. Ал мына жүктерді, мына көліктерді алып кету үшін Нью-Джерси штатынан 300 миль айдап бардым ғой, сонымен 2900 миль болды ғой бұл сапарым ше. Ал Нью-Джерсиге алдында Висконсин штатынан Чикагоға түсіп, Чикагода түнде 8 Volvo'ны алып, Нью-Джерсиге апарып едім. Оның ой кезде андай не болмады ше, шабытым болмай тұрды, сонымен бейне баяндамағам. Чикагодан Нью-Джерсиге 8 Volvo жеткіздім. Ол жерде бос мильдарын бәрін қосқанда 1000 мильдай болды ғой. 1000 мильді $3000 апардым. Сонымен ол сейсенбі күні, дүйсенбі күні түнде шығып кеттім ғой яқтан. Сонымен сейсенбі күні түнде жеткіздім да, сосын сәрсенбі күні азында 9:30-да мына көліктерді алып кететін жерге барып жүктелдім ғой. Осындай жағдайлар. Мынаны енді қазір шешкен кезде бір шамамен 1 сағат па, 1,5 сағатта кеткен еді мынаны шешкен кезде ше.
Қазір енді орнатамын ғой жаймен. Со бар жоғы керегі мына 2-ақ құрал сайман ғой. Осы екеуімен ғана. Екеуі де бір көлем, 1/2-лік, 1/2 инч, жарты инч қой. Жарты инч, 13 мм ма, 12 мм ма, сондай. Осындай жағдайлар. Сол енді қазір бүгінгі жұмысты мына жерде бір 1 сағат, 1,5 сағат, бір 11-ге дейін бітірсем, сосын 20 миль айдап, ана Ford Ranger тастасам, 12-де босаймын ғой, сонымен бұл сапарым бітеді. Сарсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі. 4 күн ғой. Жүрілген мильдар 2900 миль. 2 жерден барып көліктерді алдым, 2 жерге әкеп тастап жатырмын. Сонымен мына 4 көлікке $8000 төлейді, ана Ford Ranger'ге $1300 төлейді. Сонымен мильге шаққан кезде, доллар мильге шаққан кезде, әрбір мильге $3.20 шығып тұр ғой. Шофердің алатын жалақысы 30%, бен есептегенде қанша шығып атты? $2700 ма, сондай. $9300 ар жағында $10,000 болса $3000. Ал $700 алып тастасаң, $700-дің 30% қанша болады өзі? Сондай ғой, 2700 бір бәле. Сондай жағдайлар. Назар аударғандарыңызға үлкен рахмет. Жол жөнекей алдында, кеше емес алдыңғы дөңгелек жарылды, оған шамалы уақыт кетіріп $600-ға жасатып алып, одан қоса өзіме қосымша қылып алып алғам ана дөңгелегін, екінші дөңгелегін. Алдында айтып кеттім ғой. Мына дөңгелек әлі осында тұр ғой. Көрем бұны енді. Мына алдындағы дөңгелек негізі ауыстырып жүруге, мынаны да ауыстыра салу керек, уақыт кеп жатыр. Ананың шамасы, ананың жағдайы шамамен осындай еді ғой, негізі дым андай қатты желінгенді деп айтуға болмайды ше. Бірақ сонда да осы жақын арада көрем ғой. Осы жақын арада немесе соны алып жүре берем ба, көреміз. Осындай жағдайлар. Назар аударғандарыңызға үлкен рахмет. Лүпіл басып, ой пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Бейне баяндарымен бөлісе жүріңіздер. Арнаға тіркеле кетіңіздер. Сау саламат болыңыздар. Келесі көріскенше.